Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бұл видеода қыздар біз жатырдан тыс жүктілік туралы айтатын боламыз. Статистикаға келетін болсақ, жүктіліктің алғашқы кезеңінде ана өліміне алып келетін үлкен себептердің бірі ол жатырдан тыс жүктілік. Яғни әйел адамның осы жатырдан тыс жүктіліктің белгілерін, симптомдарын білмеуі, оған көңіл аудармауы осындай қайғылы жағдайға әкеліп жатады. Ал жатырдан тыс жүктілік болса, кез келген әйелдің өмірінде кездесуі мүмкін. Сондықтан әрбір әйел осы жатырдан тыс жүктіліктің симптомдарын, белгілерін білу керек. Қалыпты жағдайда өтіп жатқан жүктіліктен айырмашылығын білу керек деп ойлаймын. Сондықтан бұл видеода біз осы жатырдан тыс жүктіліктің симптомдары, белгілері, қашан, кімде, қалай болады, және де осындай жағдай кездесіп жатса, әйел қайда бару керек, не істеу керек, қандай анализдер тапсыру керек, соның бәрі туралы айтатын боламыз. Егер де сізге қызық болса, видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Қыздар, жатырдан тыс жүктілік деп біз ұрықтың жатырдың ішінен басқа кез келген жерге орныққан кезінде осы жатырдан тыс жүктілік деп атаймыз. Өйткені көбісі ойлайды, жатырдан тыс жүктілік, яғни внематочная беременность деген ол тек қана жатырдың түтікшелерінде, яғни жатырдың трубасында ұрық біткен кезде, сол кезде внематочная беременность, яғни жатырдан тыс жүктілік деп ойлайды. Бірақ оның басқа да түрлері көп. Мына суреттегідей көрсетілгендей, жатырдың мойнына бітуі мүмкін, немесе аналық безде мына жерде бітуі мүмкін. Жатыр түтікшесінің өзінде, мына шетінде, ортасында, жатырға жақын жерлерінде бітуі мүмкін. Мысалы, медицина тарихында жаңа Африка елдерінде осындай ұрық әйелдің бауырына бітіп, сол жерде босануға дейін ешкім білмеген бір сондай жағдай кездескен. Енді қалыпты жағдайды алатын болсақ, қыздар, қалыпты жағдайда әр әйелдің яйцеклет циклының ортасында овуляция болады, яғни аналық безден яйцеклетка пісіп, трубаға қарай өтеді. Ал жыныстық қатынас болған кезде қынаптан жатырдың ішіне қарай сперматозоидтар, яғни аталық жасушалар өтіп, мен алдыңғы видеода айтып кеткен болатынмын, яғни ұрықтану процесі жатырдың ішінде емес, сол жатыр түтікшесіне, яғни трубада өтеді. Ол видеоға ссылканы мен мына жерге тастап кетемін, қыздар. Сонымен аналық жасуша, яғни яйцеклетка жатырдың түтікшесіне қарай өтеді, ал сперматозоидтар жыныстық қатынастан кейін жатырдың ішінен өтіп, былай трубаға қарай өтіп, сол жасушаға келіп, осы трубада, қыздар, ұрықтану процесі болып, осы жерде зигота, яғни ұрық пайда болады. Одан кейін ұрық бірінші күні, екінші күні, 3, 4, 5, 6, 7-ші күні жатырдың ішіне жетіп, осы жерге бітеді. Бұл жаңағы қалыпты жағдайда. Және де осы жерде ұрық УЗИдан көрінеді. Ал жатырдан тыс жүктілік кезде не болады? Мына жерде жаңағы зигота жатырдың ішіне келе жатқанда көптеген бір себептерге байланысты мына трубаның ішінен өте алмай қалады. Және осы жерде қалып, осы жерде өсіп бастайды, қыздар. Осындай жағдайда біз жатырдан тыс жүктіліктің жаңағы жатыр түтікшесіне орналасқан жүктілік деп айтамыз, яғни внематочная беременность, оның ішінде трубная беременность. Егер де ұрық жатырдың мойнына орналасқан болып жатырса, бұл жерде шеечная беременность болады. Бұл неге айтып отырмын, қыздар, егер де шеечная беременность болып жатқан жағдайда мына жатыр толығымен алынып тасталады. Яғни сондай операция, ол әйел бұдан басқа бала көтере алмайды деген сөз. Енді қыздар, жатырдан тыс жүктіліктің белгілеріне келетін болсақ, басында жүктілік енді басталып келе жатқанда қалыпты жағдайда өтіп жатқан жүктіліктен ешқандай айырмашылығы болмайды. Мысалға, сіздің яйцекеріңіз келмеді, уақытылы сіз тест жасадыңыз, жүктілікке оң болып шықты, яғни екі полоста екі сызық шықты. Бұл кезде ол ұрық жатырдың ішіне енсе де, мысалы, жатырдың немесе трубасының ішіне еніп внематочная беременность болып жатырса да, әйелдің сезінетін белгілерінің бәрі бірдей болады, яғни ол жаңағы таңертең лұқсу, құсу, әлсіз болу, ұйқышыл болу, оның бәрі әйелге тән болады. Ал бірақ енді жүктіліктің мерзімі өсе келе, қыздар, жатырдан тыс жүктіліктің кезінде спецификалық симптомдар пайда болады. Олар қандай? Біріншіден, қыздар, ол ұрықтың енген жеріне байланысты әйел адамның оң немесе сол жағында ішінің ауру сезімі пайда болады, яғни схваткообразные боли. Мысалға, егерде жаңа трубная беременность оң жақта болса, әйелдің оң жағы ауырады, егерде сол жақта болса, соответственно, сол жағы ауырады. Және де қоңыр түсті бөліністер, выделение болуы мүмкін. Және де осы жатырдан тыс жүктілікке бір спецификалық болып саналатын симптом, қыздар, ол әйелдің үлкен дәретке барғысы келетіндей сондай бір сезім пайда болады. Енді осы жағдайды, жатырдан тыс жүктілікті жіберіп алмау үшін біз не істейміз? Біздің елімізде, қыздар,
қыздар, жүктілік кезінде 3 рет УЗИге түсуге кеңес беріледі. Оның ең біріншісі 11-13 аралығында бірінші скрининг УЗИ деп аталады. Енді осы жатырдан тыс жүктілікті жіберіп алмау үшін қыздар, менің кеңесім жүктіліктің енді басталып келе жатқан кезінде, яғни 4-5-6 апталарында УЗИге түсу керек. Өйткені қыздар, сол мерзімде УЗИмен жатырдың ішіне енген эмбрион көрінеді, яғни ол трубада ма, немесе жатырдың ішінде ма, соны анықтап білуге болады. Ол бір эмбрион ба, немесе двойня, тройня деп айтамыз, 2-3 эмбрион орналасқан ба, және де 5-6 аптасында жүктіліктің жаңағы ұрықтың жүрек қағысы көрінеді, оны анықтауға болады. Сонымен қыздар, сізде мысалға 4-5 апталық жүктілік бар, сіз бардыңызда УЗИға түстіңіз, бірақ УЗИде сізге айтады, жатырдың ішінде ұрық жоқ, көрінбей тұр дейді. Мысалға, менен көптеген комментариялар келеді, УЗИге түсіп едім, тест оң, бірақ УЗИге түссем, жатырдың ішінде ұрық жоқ деп айтты дейді. Осындай кезде қыздар, жатырдан тыс жүктілікке күмәндану керек. Кез келген әйел, егер де сізде осындай ситуация болса, міндетті түрде бірінші гинеколог кеңесіне бару керек қыздар. Өйткені кейбір қыздарда етек-кір циклының жиілігі әртүрлі болғандықтан, яғни нерегулярный месячный деп атаймыз, сондай болғандықтан поздний овуляция болады. Яғни ұрықтану процесі басқа әйелдердікіндей етек-кір циклының ортасында емес, одан кешірек болып жатады. Сол кезде жаңағы мен сіздерге алдыңғы суретте көрсеткендей, жаңағы ұрық жатыр түтікшесімен өтіп, жатырдың ішіне келем дегенше 7 күнде уақыт өтеді. Яғни ол ұрық енді жолда келе жатыруы мүмкін. Сол кезде ол әрине УЗИмен жатыр ішінде көрінбейді. Бірақ мен ХГЧ гормонына қан тапсыруға кеңес беремін. Енді ХГЧ гормон туралы айтатын болсақ, қыздар, біз ХГЧ гормоны арқылы қалай жатырдан тыс жүктілікті анықтаймыз. Егер де сіздің етек-кіріңіз келетін уақытында келмеген болса, тестіңіз оң көрсетіп тұрса, яғни 2 сызық бар, УЗИге түстіңіз, УЗИ сізге айтады, жатырдың ішінде ұрық жоқ деді, сіз бардыңыз, қан тапсырдыңыз ХГЧ-ға. Сол кезде, егер де сіздің ХГЧ-іңіз 2000 международных единиц, 2000 деп көрсетіп тұрса, онда сізде жатырдан тыс жүктілік болудың қаупі өте жоғары деген сөз. Ондай жағдайда, қыздар, сіз міндетті түрде гинекологтың кеңесіне баруыңыз керек. Өйткені 2000 международных единиц деген сөзіміз ол жүктіліктің 4-5-6 аптасына келетін ЖХГЧ мөлшері. Яғни, сізде қаныңызда ХГЧ-ның мөлшері 2000 болатын болса, сіздің жүктілігіңіз, яғни 4-5 апталық деген сөз. Ал 4-5 апталық жүктілік ол міндетті түрде жатыр ішінде көріну керек, қыздар. Яғни, осындай сурет, осындай картина болған кезде, сіз жатырдан тыс жүктілікке қауіптенесіз. Ал егер де, қыздар, сіздің етек-кіріңіз келетін уақытында келмеді, тест жасадыңыз, тесті 2 сызық көрсетіп тұр, яғни сізде жүктілік бар деген сөз. Сіз УЗИге түстіңіз, УЗИ жатырдың ішінде ұрық жоқ деп айтты, бірақ ХГЧ тапсырған кезіңізде 2000-нан төмен болатын болса, мысалға 1000, жаңағы 500 или 1600 көрсететін болса, онда сізде поздняя овуляция болып, ұрық әлі жатырдың түтікшесімен келе жатыр, жатырдың ішіне әлі жетпеді деген бір сондай жағдай болуы мүмкін. Ондай кезде біз не істейміз? Ондай кезде біз 1,5-2 күннен кейін ХГЧ-ға қанды қайтадан тапсырамыз, қыздар. Егер де бұл қалыпты жағдайда өтіп жатқан жүктілік болатын болса, сіз 1,5-2 күннен кейінгі тапсырылған қаныңызда ХГЧ 2 ретке өседі. Яғни сіз бүгін тапсырған 1000 болатын болса, 2 күннен кейін, қыздар, сізде міндетті түрде 3000 болу керек. Егер де сізде, қыздар, мысалы бүгін тапсырдыңыз 1000, келесі 2 күннен кейін тапсырғанда сол 1000-да қалатын болса, немесе 1550, 1600 деп өте аз мөлшерде өсетін болса, онда үлкен пайызда сізде жатырдан тыс жүктілік болуы мүмкін, немесе замершая беременность, дамымай қалған жүктілік болу қаупі өте жоғары. Бұл ақпаратты мен сіздерге беріп жатқан мақсатым, қыздар, сіздер осы жатырдан тыс жүктілікке қай кезде қауіптену керек, қай кезде жедел түрде гинекологқа бару керек, соны білуіңіз керек деген мақсатпен мен беріп жатырмын. Бірақ кез келген осындай қауіптенген кезде сіздер міндетті түрде гинекологтың бақылауында болуыңыз керек, қыздар, өйткені жатырдан тыс жүктілік деген ол өте қауіпті жағдай. Егерде әйел адамға осы диагноз қойылған болса, ол жедел түрде ауруханаға жатқызылады.
Енді қыздар, жатырдың түтікшелері ол жатыр сияқты жақсы былай созыла алмайды. Сондықтан егерде әйел адамға 7-8 аптасына дейін бұл диагноз қойылмай, жатырдан тыс жүктілігі бар екенін білмей жүре беретін болса, онда жатыр түтікшесі, яғни труба жарылып, әйелдің ішіне внутренний кровотечение дейміз, ішке қан кетіп, сондай бір ауыр халде ауруханаға түсуі мүмкін. Ондай әйелдер көбінесе жан сақтау бөліміне түсіп жатады. Ол әйелдер мүлдем қан қысымы төмендеген, кейде есін жоғалтқан, сондай түрде өте ауыр халде ауруханаға түсіп жатады қыздар. Сондықтан бұл белгілерді білу, бұл ақпаратты білу әрбір әйелге өте маңызды. Сонымен қыздар, егерде әйелге жатырдан тыс жүктілік диагнозы қойылып, уақытылы ол ауруханаға жатқызылатын болса, ары қарай не болады? Труба жарылып, жатыр түтікшелері жыртылып, ішке қан кетіп, сондай ауыр халде болмаса, егерде жаңағы труба, жатыр түтікшелері әлі бүтін болатын болса, онда лапароскопия деген операция жасалады. Мына суретте көріп тұрғаныңыздай, әйелдің ішіне 3 тесік қана жасалып, сол жерде лапароскоп деп атаймыз. Сондай аппараттар кіргізіліп, барлық іште болып жатқан жағдай мынандай теледидар сияқты дәрігерлерге көрініп тұрады. Соған қарап тұрып, видео арқылы дәрігерлер ота жасайды. Ал егерде әрине қыздар, әйел адам жаңағы өте ауыр халде реанимацияға түсіп жатқан болса, әрине ол жерде әйелдің жанын сақтап қалу үшін лапаротомия деген операция жасалады. Ол кезде мына суреттегідей мүлде кесіліп, әйелдің іші толық ашылып, сондай бір операция жасалады қыздар. Енді операция үстінде, яғни отаның кезінде қыздар, операцияның түрі қалай болып бөлінеді? Кейде, мысалы, мына суретте көріп тұрғаныңызда, егерде ұрық трубаның ең шетінде ғана орналасқан болса, онда сығып тастау мүмкіндігі болады. Ол кезде әйелдің трубасы да бәрі сақталады. Бірақ бұл жағдайдың бір қаупі қыздар, егерде ешкім тимеген, сондай бір әйелдің өзінің трубасы болған кезінде де осындай жатырдан тыс жүктілік болса, ал бұл жаңағыдай сығып тастағанның өзінде бұл жерде ары қарай жатырдан тыс жүктіліктің тағы да қайталану қаупі бар қыздар. Егерде әйелдің екінші трубасы онша емес болса, ол жерде гидросальпинг, тағы да басқа бір өзгерістер болатын болса, біз егерде дәрігерлер осы екінші трубасында да ертең жатырдан тыс жүктілік болатын бір сондай бір қауіп болса, әрине мына трубаны дәрігерлер сақтап қалуға тырысады. Ал егерде ұрық трубаның орта жағында немесе жатырға жақын жерінде орналасқан болса, трубаны кесіп, сол жерде ұрықты алып, трубаны қайтадан тігу технологиясы қолданылады. Бірақ ол жерде тыртық, яғни рубец болатын болса, ол қайтадан жатырдан тыс жүктіліктің қаупін жоғарылатады қыздар. Сондықтан әрине көп жағдайларда, егерде әйелдің екінші трубасы жақсы болатын болса, онда осы трубаны алып тастайды қыздар. Енді өте жиі келіп тұратын сұрақтардың бірі қыздар, егерде әйелдің бір трубасы алынған болса, жалғыз қалған трубамен бала көтеруге бола ма деген сұрақ. Әйелдің бір трубасы болса да, ол әйелде бала көтеру қабілеті болады. Өйткені әйелдің 2 аналық безінде де кезек овуляция процесі болып тұрады. Егерде әйелде бір ғана труба болса, ол кесір тілігі емес, өз алдына босана ала ма деген сұрақ жиі келеді. Әрине, ондай әйелдер өзі босану мүмкіндігі бар. Өйткені трубаны алып жатқан кезіндегі операцияда жатырға ешқандай да зиян келмейді. Ондай әйелдер бір трубамен болса да өздері босанатын мүмкіндіктері бар. Кейбір жағдайларда жатырдан тыс жүктілік енді басталып келе жатқанда өзімен өзі тоқтап қалу мүмкін. Яғни мысалы қыздар, түсік болған кезде эмбрион жатырдың ішінен етеккірмен бірге шығып кетеді. Сол сияқты жатырдан тыс жүктілік кезінде де эмбрион жатырдың трубасынан әйелдің ішкі қуысына қарай түсіп, сол жақтан өзімен өзі жоғалып кетеді. Әйелдің етеккірі қайтадан келеді, және де 2-3 күннен кейін тестте уже жүктілік болмайды, бір сызық анықталып тұрады. Жатырдан тыс жүктілік қандай әйелдерде кездеседі қыздар? Ол әрине бірінші әйелде хроническое воспаление, яғни созылмалы қабыну болған кезде, бір инфекциялар болған кезде, олардың бәрі неге алып келеді? Ол спайкаға алып келеді. Яғни спайка болған жағдайда жаңағы трубалар жабысып қалады бір-біріне, немесе сырттағы басқа бір себептермен жасалған операция болатын болса, солардың бәрі спайкаға алып келіп, жатыр түтікшелердің өткізу қабілетін төмендетеді қыздар. Сол кезде жатырдан тыс жүктілік болуы мүмкін. Эндометриоз деген мысалға ауру, ол да осындай жағдайға алып келуі мүмкін. Әрине, әйелдің жасында болған бір себеп,
әйелде бұрын жатырдан тыс жүктілік болатын болса, бұл жағдайда әйелде тағы да жатырдан тыс жүктілік болу қаупін жоғарылатады қыздар. Бүгін сіздерге бергім келген ақпарат қыздар осы. Назарларыңызға рахмет. Әдеттегідей ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк қоюды ұмытпаңыздар. Подписаться кнопкасын басып каналға тіркеліңіздер, өйткені алдағы уақытта өте көп құнды ақпараттар болатын болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.